Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсіміздің хабардар болсын. Ассалаумағалейкум арма қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Тоқаев Ауғанстандағы жер сілкінісіне байланысты көңіл айтты. Зілзаладан 800-ден астам адам қаза тапқан. Ақорда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстанда болған зілзала салдарынан қаза тапқан адамдардың отбасыларына көңіл айтып, жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екендігін білдірді деп хабарлайды Азаттық рухы. Ауғанстандағы жер сілкінісі Ауғанстанның шығысындағы Кунур провинциясындағы 6 балдық жер сілкінісі тіркелді. Жер сілкінісі салдарынан 800-ден астам адам қаза тапқан. Шамамен 2800-ден адам жарақат алды. ББС және де Reuters агенттіктерінің хабарлауынша кейбір шалғай ауылдар мүлде қирап, ондаған тұрғын қаза тапқан. Мысалы, бір ауылда кемінде 20 адам, ал басқа ауылда алдын ала мәлімет бойынша 30 адам көз жұмған. Құтқарушылар ауыр жараланғандарды Нанаграх әуежайындағы тікұшақпенен аймақтық ауруханаларға жеткізіп жатыр. Ресми мәлімет бойынша құтқару жұмыстарында әскерилер менен жергілікті тұрғындар жұмылдырылған деп хабарлайды денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Шарафат Заман. Халықаралық көмек Ауғанстан билігінің халықаралық гуманитарлық ұйымдарының құтқару жұмыстарына қатысуға шақырды. Бұған дейін су тасқындары менен көшкіндер өңірде қауіптің жоғары екендігін көрсетеді. Қазақстанның үндеуі. Ақорданың хабарлауынша Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстан басшылығына көңіл айтып, зардап шеккендерге гуманитарлық көмек көрсету мүмкіндіктерін қарастыруды тапсырған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.